Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пахлаваға ұқсайтын өте дәмді булочканы жасайтын боламыз. Бұл булочканың арасында грек жаңғағы, ал біздің булочкамыз мына видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, хош иісті, дәмді болып шығады. Достар, осы булочканы жасау өте оңай. Осындай әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, осы видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі 500 грамм ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Сосын осы ұнымызға 200 грамм сары майымызды әкеп салып, сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде біз ұн мен майды үгітеміз, яғни ұнымыз бен майымыз крошка болғанға дейін араластырамыз. Енді қамырымызға 50 грамм шекер қосамыз, сосын кішкене тұз қосамыз. Тұзымызды қосып болған соң бір жұмыртқа қосамыз. Менде бірақ бұл жерде бір жұмыртқаның ішінен 2 сарысы шықты. Сосын негізі бір жұмыртқа қоса беріңіздер. Сосын барып 200 грамм айран қосамыз. Бұл жерде айранның орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Және де достар, осы кезде қопсытқыш қосуды ұмытып кетпеңіздер. 10 грамм қопсытқыш қосамыз да жақсылап тұрып қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болғанша араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын мен видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер. Мен осы печеньеге барлығы 500 граммын қостым. Осы 500 грамм ұннан мына видеода көріп тұрған шығарсыздар, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте бізге керегі 250 грамм грек жаңғағы. Осы грек жаңғағын біз қазір блендердің көмегімен майдалап аламыз. Үйлеріңізде блендер жоқ болса, онда осы жаңғақты оқтаудың көмегімен майдалаңыздар. Жаңғағымыздың бәрін майдалап болған соң, басқа бір ыдысымызға салып жаңғақтарды, сосын осы жаңғақтың үстіне 200 грамм шекер қосамыз, және де бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Жұмыртқаның сарысын тастап жермей, оны алып қойыңыздар. Қазір бұл печеньенің бетіне жағатын боламыз жұмыртқаның сарысын. Осы жерде біз жақсылап тұрып араластырамыз шекерімізді және де жаңғақтарымызды. Ал енді қамырымызды жаяйық. Ол үшін тоңазытқышта тұрған қамырымызды салафаннан шығарып, 2-ге бөлеміз. Сосын 2-ге бөлген соң бір бөлігін қайтадан салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал екінші қамырымызды домалақтап, сосын қолымызбен кішкене жаямыз да, ары қарай оқтаудың көмегімен қамырымызды домалақ қылып жайып шығамыз. Бұл жерде қамырларыңызды орташа жұқалықта жайыңыздар. Сосын жаңғағымызды ортасынан бөлеміз да, бір бөлігін осы қамырымыздың бетіне жайып шығамыз. Мына видеодағыдай қайталаңыздар. Жаңғағымызды қамырымыздың барлық шетіне қойып болған соң, енді мына видеодағыдай қамырымызды рулет сияқты ораймыз. Сосын осы қамырымыздың үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Және де осы кезде шанышқының көмегімен қамырымызға осылай өрнек жасап шығамыз. Келесі кезекте қамырымызды осындай орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Менде осындай ерелек келген пышақ. Осындай пышақпен кесетін болсаңыздар, сіздердің печеньелеріңіз өте әдемі көрінетін болады. Болашақ печеньемізді пергамент қағазы төселген ыдысымызға қатарынан қойып шығамыз. Менде бұл жерде барлығы 24 штук печенье шықты. Және де осы бір противеньге 2 қамырдан осы печеньелер сыйды. Печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста 35 пен 45 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде печеньені қызарып, әп-әдемі қып-қызыл болғанша пісіріңіздер.
Қараңыздар достар, біздің печеньеміз осылай қызарып әдем болып пісіп шықты. Енді осыны дәмін татып көрместен бұрын 5-10 минут суытамыз, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Қараңыздар, біздің печеньеміз осындай жұмсақ болған, және де жұмсақ болғанымен қытырлап тұр. Өте дәмді болып шықты. Осы печеньені сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің қолдарыңыздан келетініне сенімдімін, және де осы печеньені ауызашарға немесе сәресіге жасап жесеңіздер болады. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап жіберіңіздер. Және де осы печеньені міндетті түрде жасап, комментарияға қалай шыққанын жазып қалдырыңыздар.